20 ғасырдың 50 жылдарында Қазақстанда хоккей клубтары пайда болды. 1956 жылы Алматының Буревестник хоккей командасы КСРО чемпионатының жоғарғы тобында ойнай бастады. Кейін дәл осы команда Алматының Динамосына айналып, 20 жыл бойы КСРОдағы атақты хоккей ұжымы атанды. Қазақстандағы осы спорттың басығасында болып, іргетасын қалаған спортшы Байболов Қазбек Дәулетбекұлының туғанына 90 жыл. Осы орайда назарларыңызға спорт саңлағының еңбек жолына арналған ұлттық рухы күшті спортсмен тақырыбында естелік әңгіме ұсынамыз. Қазбек Байболов допты және көгалдағы хоккейдің білгір маманы. Әлемге әйгілі небір атақты хоккейшілерді баптаған. 1978-83 жылдары Алматының Динамо командасының аға бапкері болған. КСРОның еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Ол 1933 жылы 7 қыркүйекте Петропавловск қаласында туған. Допты хоккейден спорт шебері, шабуылшы. Хоккеймен 1948 жылдан бастап айналысып, 16 жасында Петропавлдың оқушылар командасына қабылданған. 1957-66 жылдары Алматының Скиф, Буревестник, Динамо командаларында ойнаған. 1963 жылы Алматының Динамо командасының сол қапталдағы жартылай қорғаушысы ретінде КСРОдағы белді ойыншылардың бірі болды. Қазбек Байболов КСРО чемпионаттарында 183 рет мұз айдынына шығып, қарсы қақпаға 25 доп соққан. Ол 1959 жылғы бүкілодақтық студенттер ойындарының жеңімпазы, 1966 жылғы КСРО чемпионатының қола жүлдегері, одан кейін 5 мәрте күміс жүлдегері және 1977 жылы чемпионы атанған. Бапкердің тұсында Динамо допты хоккей командасы 1 мәрте одақ чемпионы болса, 6 рет күміс, 4 рет қола жүлдегер атанды. Қазақтан доп ойындары бойынша жарқырап шыққан санаулы бапкердің бірі. 20 ғасырдың 70-80 жылдары спортты ғылыммен ұштастырған қазақ маманы бүкіл Еуропа бойынша үздік жаттықтырушылардың бірі ретінде мойындалды. Осындай қажырлы да жемісті еңбегі үшін Қазбек Байболов құрмет белгісі орденімен марапатталып, КСРОның еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері деген атақтарға ие болған хоккей майталманы. Петропавл қаласындағы Авангард стадионы 2003 жылдан Қазбек Байболов атындағы стадион деп аталады. Дәл осы жылдан бастап осында Байболов атындағы турнир жүйелі түрде өткізіліп келеді. Спортшы 1994 жылы 61 жасында Алматы қаласында дүниеден озды.